өзің сезім бақтың, сыйластықтың алауын өзің жақтың. Сенің думан тойыңның әнін естіп, есігіңді шыдамай өзім қақтым. Бүгін қандай тамаша, көңілді күн, көңілді күн, көңілді күн. Сені қуанышыңмен құттықтаймын, бақытты бол жан досым. Ассалаумағалейкум, ағайын армысыздар, баршаңыз аман есен бармысыздар. Бүгін міне Сандуғаш ханым 50-ге толып отыр, әлі де 80-90 100 жылдық тойында боласыздар. Болса да талай нәрсе ойымызда, сөйлеумен шақтап қана бойымызға. Жиылып біздер келдік той иесі, құтты болсын айтқалы тойымызға деп. Ду шапалақтарыңыздар. Болсын, қошеметтеп қойсаңыздар. Бәрекелді, ендеше арқаның абай төсінде бір үйдің айнасы, бір үйдің мін ардақтағайын сұлуы боп, бір үйдің ардақты анасы болып отырған, біреуге дос, біреуге құрбы, біреуге ана, біреуге әпке, біреуге бауыр болған Сандуғаш ханымның 50 жас торқалы тойына қош келдіңіздер. Ендеше көп сөйлеп жозбай, әдеппен озбай бүгінгі тойымыздың ақ иелері, тойымыздың себепкерлері ақ көңілмен, ақ ниетпен дастархан жайып, баршамыздың басымызды қосып отырған бүгінгі мерейтойдың иесі Сандуғаш ханымызды тікемізден тік тұрып, қол соғып қошеметтеп, сіздердің қошеметтеріңізбен орта қалдырайын ағайын. Ортаға Сандуғаш ханым, әншілер сізді бірге. Қошеметтеріңіз қайда? Қайда, қошеметтеріңіз болсын. Рахмет, мен ардақты ағайын, қадірменді меймандар. Бір тойым болатыны сөзсіз менің дәл қайда екен айта алмаймын деп. Бүгін менің туған күнім ойбайлай, мына жұрттар неге жатып тойламай, банкет жасап берер едім мен саған тәңірімнің жарытпай-ақ қойғаны деп. Баяғыда мұқағайлар жырласа, ол кезең мұқағайлардың заманы еді ғой. Қазір міне Сандуғаштың Әділбектің заманында расында да көңіл сүйген жақсыларды шақырып, 50 жас мерейтойын тойлауға алғымыз келген нәсіп еткен. Ендеше той құтты болсын деп, той иелеріне бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар жасайын. Той құтты болсын. Ендеше осы Сандуғаш ханымның құрметіне, сіздердің құрметтеріңізге бүгінгі тойымыздың осы қуанышын бөлісіп келіп отырған 10 жыл мектеп бірге партасында бірге өскен осы Сандуғаш ханымның бір топ класстастары лимузинмен келіп алдымызға түсіп жатыр. Ендеше сол кісілерді қарсылайық. Осы Сандуғаш ханымға деген арнауы бар екен. Қол соғып қошеметтеп қойғайын. Той құтты болсын. Құрметтеріңіз болсын. Елдің жастың құрметті қонақтары, сыныптастары. Тамаша, Сандуғаш ханым сіздерді, еңі дейді. Тамаша.
Ай, бәрекелді, рахмет. Қосып қошеметтеп қойыңыз. Керемет мынау қарсы алу керемет бір бүгінгі тойдың бастауы болды. Осындай достарға, осындай замандастарға Алла разы болсын. Керемет. Үстін елге, Асыл Еңгебай, қасиетті Арқа жеріндегі қасиетті Қарағанды шаһарындағы бүгінгі Сандуғаш ханымның бүгінгі Әбекеңнің шаңырағындағы дүбірлі мерейтойы қайырлы құтты болсын. Алыстан ат теретіп, тоғын сулап, тұяқ тоздырып, осы ет жақындары, жора жолдастары бүгінгі Сандуғаш ханымның дүбірлі тойына келіп бүгінгі ардақтағайын бөлісіп келген қадаматтарыңызды Алла сауаптандырсын. Енді мынау насырға қарап тұрсаңыздар, бір керемет мұсылманша тамаша көңілмен басталды, бірақ той иелері сіздерді ренжітпей, ардақтағайын заманауи жаңамыз кеңеше сусындарымызды құйып бүгінгі тойды көндіріп жатқан жайы бар. Олай болса алдарыңызға ас қойдық, екі қолды бос қойдық деп бүгінгі Сандуғаш ханымның дүбір тойына жайған арыздырғанды 2 минутта жеп қойып маған қарап отырмай, қостағандарың отырағай ас суларыңызды, амал астарыңызды, шама келген сусындарыңызды құйып ардақтағайын көтеріп отыруға Алла нәсіп қылсын. Той қыласын ағайын. Ендеше мынау жаңағына тойымыздың шымылдығын керемет әнмен ашып беріп, бүгінгі Сандуғаш ханымға еру деп ән арнаған осында ортамызда көрші апайымыз отыр. Сол кісіге ардақтағайын орамал тон болмайды, жол болады деп бүгінгі бірінші сыйлықты берсек, жақсы емессіздер ме? Бір қол соқпайықшы. Апайымыздың еңбегі бар. Тамаша, өз тойға дайындалып, керемет көріп. Кейін тегенекен осы көргені сізге болсын бірінші. Рахмет, еңбегіңіз жансын. Сіздің сөздердің өздерін сыйламаған жаншамыз келді. Сандуғаш ханым келіңізші. Бұл адамдардың бәрі танисыз ба? Танисыз ба? Үшеде ол кісілер сіз танымайды деп тайынықтар болса қол соғатын шығар дейді. Сандуғаш ханым танисыздар ма? Бәрекелді, той құтты болсын. Алла берген алақандарыңызда түйістіріп отырыңыздар. Күнде тойға келіп отқан жоқсыздар. Енді Сандуғаш ханымды расымен елуге келді деп кім айтады? Қараңыздаршы, құтты бір 49-да сияқты. Осы жасын ұзақ қылсын, той қыласын. Бүгісінің осындай айналып жүргені Әбекеңнің арқасы. Әбекеңнің еркелеп осылай жүргені бұл Сандуғаш ханымның арқасы. Ең жақсы еркектің артында сүйеу болып демеу болып отыратын үйдегі жақсы әйел дейді бұл қазақ. Сондықтан осы жақсы ана, жақсы әйел болып отырған Сандуғаш ханымның ғұмыр жасы ұзақ, тойы той қыласын. Енді былай болсын. Бүгін енді 49 жас, 20 жаста жатырмыз ғой. Сандуғаш ханым Алла бұйыртса 80-ге келсін дегендеріңіз. 80-ге келсін дегендеріңіз. Оң қолдарыңызды оң жақта көрші үйіне қойыңыздаршы. 80-ге келсін дегендеріңіз. Оң қолдарыңызды оң жақта көрші үйіне қойыңыздаршы. Қояйықшы. Сандуғаш 80-ге келсін дегендеріңіз. Жоқ, бірінші 80-ге келасында оң жақта көрші үйіне қояйық. Ал 80 аз болады. 90-ға келсін дегендеріңіз сол қолдарыңыз сол жақта көрші үйіне қойыңыздар. Бір екі жаққа қойып қойған керек. Қойдық па? Әреке, қойдық па? Ал енді бұлай болсын. Алла бұйыртса Сандуғаш 100-ге келсін дегендеріңіз қысып бір маса жасап жүріңізші. Мынау адамның жүрегінің жұмыс істеп қан айналып тұрса, мынау адамның көңіл-күйі жақсы болуы. Соқын ардақтағайын сәл сабыр сақтап, алдымыздан албаластан алып отырайық. Сандуғаш ханымның дүбір тойы қайырлы құтты болсын. Қол қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, құрметті қонақтар, ханымдар мен мырзалар, бүгінгі тойдар арасында да бөтен ешкім жоқ. Мен бұл тойға бұл әлбетте мен де бөтен емеспін. Сондықтан әр қуаныштар болса, сүйіншілер бізге ардақтағайын осы қуаныш бөлісіндері Алла разы болсын. Енді бұл тойға келгеннен кейін аш аяқ босату емес, тойдың сәні жақсы тілек, Алладан рахмет сұрап, бата сұрайтын бір керемет қуаныш қой. Сондықтан ардақтағайын тойымыз той қыласын деген ниетпен тілек айту, сөз сөйлеуді сынақ бол, жүйелі сөз, жүректерге ұнап тұр, дабырласпай, бір-біріңді құрметтеп, тілек айтса, мазмұнына құлақ тұр деп, аталы сөзімізді бастап берсін деген ниетпен, бүгінгі Сандуғаш ханымның дүбір тойына арнайы келіп отырған осы тойымыздың үлкендері, Сандуғаш ханымның аға жеңгесі, үлкен қайынағасы келіп отыр. Ендеше ортаға осы Әділғазының ағасы
Айдар ағамыз және де Сандуғаш ханымның аға жеңгесі ортада Спандияр және де Шолпан деп жатқан екен. Бар болсаңыздар бір билеп келіңіздерші. Әулеттің тойды үлкенірек деп бүгінгі тойға. Барсыздар ма? Билеп бар екен екен. Билеп ортaya қарай. Шапалақ болсын қаттырып. Ай, жеңгені жақсы билейтін. Тамаша, бәрекет, рахмет. Бір болсын қошеметтеп қойып, Алла берген алақандарыңызға тиісті болдыңыздар. Осы күні аға жеңге деген кезде менің бір расында да қуанып, арқамды кеңге салып қойғансыздар. Елімге толды. Әділ қаза осы балалары түгіл той жасап жатыр деп, осы тойға арнайы келіп отырған бүгінгі Айдар ағамыз бастап, міне осы Шөберегеннің аға жеңгелері той төрінде қайын. Ендеше қосып қошеметтеп бүгінгі тойымыздың үлкендеріне ақ тілектерін ұсынайық, қабылдаңыздар. Бала-шаға аман болсын. Адон екеуің бөлім жасықта қартайын. Бүгінгі қуанышқа жалғаса берсін. Зор денсаулық, бұл бақыт ауырған. Бала-шаға аман болсын. Adon Sandu, бүгінгі қуаныштардың құтты қайғы болсын, Sandu туған күні құтты болсын, елім жасын. Жасына жас қосылсын, осы балалардың қызы қуанышын Адон екеуін бірге көріп, бақытты өмір сүріңдер. Біздің жолымызды берсін, немерелерің көп болсын. Сендерге тек қана жақсылық тілеймін. Өзің отбасыма ниеттесең де сендерге Адон сол жақсылық тілеймін. Сендерді семьямызбен жақсы көреміз. Сол бар жақсылықты тілеймін. Тойларыңыз құтты болсын. Жақсы демалып, билеп қайтыңыздар. Санду туған күні құтты болсын. Қашанда аспаны ашық болсын, жолы ақ болсын. Адон екеуің ойнап күліп өстіп бірге қартайыңдар. Немерелер шөберелі болыңдар. Жүн жаса. Ай, бәрекет, рахмет. Той құтты болсын. Ал сый-сипаттарыңыз бар ма? Кішкентай бір сый-сипатымыз бар, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Бәрекет, рахмет. Адонның иығына заманауи шапан деп атыр желетке, Сандуғаш ханымның иығына ол екеуіне бір керемет. Тамаша, қол-жол қошеметтеп қойып. Тамаша, тойдыңыздар ме? Аға болса осындай болсын, жеңге болса осындай болсын. Тура құйып қойғандай размер алып қой. Шапан мощный, размер точный деп бір қол-жол қошеметтеп қойып. Той құтты болсын. Ал енді жақындар бестерікке бір суретке түсіп алыңыздар. Бүгінгі күн ертеңгі тарих біздің міне жұмысшыларымыз сізде болады дейді. Ол тойға барсаң 100 грамм, басып болсаң 100 грамм, тәпішкенің жабасаң да 100 грамм, бүгінгі Сандуғаш ханым үшін 100 грамм деп бір көтеріп отырсаңыздар, артық қоймайтын жарайын. Той құтты болсын, бір көтеріп қояйын, үлкендеріміздің білек қабыл болсын. Әншеміз, ән салғанның бәрі шәмшеміз деген
Ay barakallah. Rahmet. Çok öyle süzdüğüm ben. Siz bunu ben de bakın aksa. Ben de bu kişiler kelime bir sen gelip koyacağını getirmedi. Bu kişiler de bir ben size bir koyayım. Bozuk koşarak koysanızlar. Buna hanım sizge olsun. Sizge olsun. Anamız razı verin de kaydı getir. Anamı niye kişisi diye bakın. Kelime pideniz orada kaçar. Kırmızı koşarak koyayım. Al kadrine dağayın, hürmetli imamlar, toylarınızda toygulasın. Bugünkü Sandıbaş Hanım'ın omurgası uzak olsun. Halinde bu Kazaktın ülken toyunda nandan iyi kasiyet tağam, yek degende bek parmadı. Oso Handan Karagadi tartlatın, ülken asımız yek mezarı dayın eken. Endeşe, oso Adil Gazi'nin ayıp koygan aksarbası, Tay bulunduğun yerde soğumdan bir sizlerge degen sıvakası bugün toyga tartılmağayın. Olay bolsa güldür kişiletip, küreğimler mekenimiz, güdöreden bağ tağıp, küreğimler mekenimiz, buğavlayza kol kalıp, yavgaşa var mekenimiz, toğırşakta ben salıp, toğay tartar mekenimiz, may jemese konağım, kan jemese parağım, oğusulet atsa, bir kesilek tabağım da bardaktırayın Allah'ımızға toplandan keyin kasiyettiğim toyumuzun ülkenası, Kazaktın ulu ağası yetmezin ömrüne kabullarınızda toy kutlu olsun. Bu endi bagana söz bastap bergen öz toyumuzun ülkeni İspanyar ağamızdan ardaq tağayın asqa бүгінгі toydun ülken asıl yetki bata sürek. O zaman İspanya'nın asqa ülken yetki bata sürek. İlerleyin. Asqarqan bayızımız, insanımız. Kaydasın. Nasıl bakmışsın? Cesap olsun. Berekelde ağa kabul olsun bata olsa Sandığa küsün gelgeni keyin kelgünce siz tamam bolunuz. Al hastanalığınızlar o Kazaktın aldına yep kelgen кезде biz sizlerді mazalamayık. Bir sonunda dersin bölümün ayasında hasta sağlık fayda Allah'ınızı reyip devamınızlar. Banka шығып ба? Бақа қойды. Бүгін ешкімге ешкімге Ay bereket rahmet, hal kadrimen dağayın, hürmetli imanlar, toylarımızdağıda toy olasın bugünгі
осы мерейіне сандуғаш ханымның мерекелерін сәлем айт дейді. Сәлеміміз түзу, иманымыз кәміл болсын. Осы күндізгі кезде, толыққан кезде қуанышты, тойда, мерекеде ол кездесуге Алла баршамызға нәсіп қылсын. Енді Алланың алдын уақытын кеш қылмай, еңбегімізді еш қылмай, бүгінгі осы сандуғаш ханымды сыйлап келген осында ағайын туғандар, жора достар бар. Ендеше бауырын бауыр етіп деп осы тойға осы сандуғаш ханымның туған күн иесі болғаннан кейін осы бауырларын шақыруды жөн көріп отырмын. Ендеше ортаға қол соғып қошеметтеп, Шықшытауға, Қарашы кең далаға мәз боласың, ұқсайсың жас балаға. Ол шетімен, бұл шетінде жүгірсең, шаршайсың ба, құмарың бір ғана ма? Уадариға алтын бесік туған жер, қадірімді келсем білмей кеше көр. Жата алмасем, топыраққа тебіренбей, адам болмай, жасын болсам, мен егірден деген. Атыраудан Алтайға деген созылған Қазақ қаласындағы Қараған шаһарындағы бүгінгі Әділ Қазы Мырзаның шаңырағындағы осы шаңырақты ұйытқысы болып отырған, шаңырақтың айнасы болып отырған сұлу сымбатты сандуғаш ханымның мерейтойына келіп отырған бауырлары Бақтияр, Мадияр, Дастан, келіндері Раушан, Айнұр, Мөлдір атты қонақтарымызды қол соғып қошеметтеп ортаға алдырайық. Бар болсаңыздар, бір билек бірекші бауырлары, туысқандары. Бәрекелді. Билек бірекелді. Тілектес болатын осы бауырлар ғой. Арасында да Әділ Қазының арманы жоқ. Осындай балдыздары бар, осындай міне бажылары бар, келіндері бар. Осы сандуғаштың қасында еркелеп жүрген осы Әділ Қазының өзі бір ардақ ағайын бір бала сияқты, бауыр сияқты сезінетіндіктен ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын деп бүгінгі Бақтияр бастаған бауырларымыздың ақ тілегінде қабылдаңыздар ағайын. Assalamualaikum bәріңізге. Сандуғаш дос, жас, осылай болсын. Жездеміз адам екеуі бір жас қартайып, 80 жасында, 100 жасында жасаймыз, осылай ортада кездесіп жүре берейік ортамызда. Бала шағаның қызығын көріп, ортамызда жүре берейік. Досым, сізге зор денсаулық мол ауырмаңыз, бала шағаңыздың қызығын қызықтап, ортамызда осылай ата-ана болып жүре беріңіз. Қайырлы кеш қонақтар, Сандық көке туған күніңізбен сізге денсаулық, ашық аспан, ұзақ ғұмыр тілейміз. Осылай қасымызда, жанымызда құлпырып, гүлдей жайнап жүре беріңіз. Ата-анаға екеуміз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Балапандарымыз қазан көріп, осылай ортамызда тоймай жүре беріңіздер. Ал көке, туған күн құтты болсын, денсаулығың мықты, саның ашық, ойламай сақтамай ортамызда жүре беріңіз. Балаларыңыздың қызығыңызда тоймаңыздар, ата-анаға екеуіңіз бақытты болыңыздар, сол үшін алып қойыңыздар. Бәрекелді рахмет. Күз болса, Раушанда солады ғой. Сандуғаш көкелеріңіз аман болса, әулеттеріңізде талай тойлыман. Бұл айтқан тілегі қабыл болсын десеңіздер, тостағандарыңыз бір орындарыңыздан көтеріліп бір ардатыңай көтеріп шықпайыңыз. Ниеттен кейін бір тізек аз көтеріп бір соғысып қойыңдар.
Нормально, ала беріңіздер. Сыйлықтың саны 50-ден асады. Соқтан барлықтарыңызға жетеді. Соқтан енді бұл кісі айтады маған, менің тойымы, қуанышым той, келген қонақтар құрақ айтпасын, бәріне таратып берішекті маған. Бірақ қазір жаңарған Қазақстанда жаңа конституция қасында Қазақстанда тегін дүние жоқ қой. Ешкімге тегін бере салған заман емес қазір. Сондықтан бұл тойымыз ойын түрінде болсын. Сондықтан мен сіздерге бір сұрақ қояйын. Сол сұраққа кім отқа жауап береді. Сол сұрақ ардақтағайын көңілімізден шығып жатса жауап сол кісіге осы сипаттарды таратайық деген ниеттеміз ағайын. Ал енді былай болсын, ордаға мен қол соғып қошеметтеп, Әділғазы мырза бар ма? Келіңізші, билеп беріңізші. Үш екі адам өздері келіңіздер, билеп беріңізші. Айта келген қонақ болсын. Бұл кісі 51-де. Тура 50-ден адам сияқты билеп жүр бұл кісіне. Құтты болсын. Ал енді Алла сол ұрайым солай болып 100 жасқа дейін 1 жасқа қартайыңыздар. Ұлды өсірдіңіздер, қыз өсірдіңіздер. Сол балалардан немере сүюге Алла нәсіп қылсын, той қыласын. Сол немере дүниеге келген кезде сол тойға осы төрт көзіміз түгел, бауырымыз бүтін жиналуға Алла нәсіп қылсын. Менің келіп тұрып, сипатты қазір таратады, сондықтан ардақтағайын. Мен Сандуғаш деген ат бәрімізге таныс қой. Мен Сандуғаш деген ат расымен 8 әріптен тұрады, солай ма? Солай ма, точно ма? Санаңызшы, Сандуғаш деген әріптен тұрады. Сандуғаш санақ қойдыңыз ба? Сандуғаш. Ал енді сол атқа әріптеріне керемет теңеулер айтсын, сол рас Сандуғаш ханның бойынан табылады деп сіз мойындасаңыз, сол кісіге сол сипатты беретін болады. Жақсы ма? Сіз мұқият тыңдап тұрыңыз. Кісілердің айтқан сөзі рас Сандуғаш ханға келеді, осы келеді деген адамға сол сипатты береді. Жақсы ма? Енді интернетін істеп тұр ма? Интернетін істеп тұр ма деймін. Істеп Сандуғаш ханға айтпай шашыңыз деген. Жақсы ма? Ал былай болсын, Сандуғаш деген ат сыдан басталады ғой. Бірінші, Сандуғаштың мінезі қандай? Сабырлы дейді. Салмақты дейді. Семіз дейді. Сүйкімді. Мінезі қандай? Сүйкім салмақты дейді. Сыпайы дейді. Салиқалы дейді. Ал, естідіңіз бе бәрі? Сіздер жігіттіңіз? Не дейді екен деп тұрышы. Жоқ, сіздер бұнда. Сіз бұнда келіңіз, е. Ал, қайсысы, қандай сөз сізге жағымды? Айта алмайын деймін. Жоқ, несі? Бәрі сапады. Бірақ ішінде ең бірінші өзіңізге жақын үйге кіріп бірген бетінде сол мінезі қайсысыға жақын? Салиқалы, сабырлы дейді. Енді сабырлы, салиқалы дейді. Салиқалы деп айтқан кім? Мына кісі қойды, Айгүл ханым ғой. Бұл кісіге бұраны берейік. Өйткені салиқалы деген сөз бұл біздің дінімізде де бар, дәстүрімізде де бар қазақтың адалы сөзі. Сізге болсын керек. Әрқашан өзі көмек тұрсын. Айгүл ханымға екінші сабырлы кім айтты? Көрші айтты ғой, құрбысы айтты. Ол кісіге де біреуін берейін, мынаны берейік па? Ол келін айтты, келіннің саусағымен көрсеткен тұр. Апарып беріңізші. Бұрынғы әйелім дейді. Бір билеңіз. Бір билейік. Бұрынғы әйелім дейді. Кет. Қатыр. Жүр. Рахмет, тамаша. Білем. Сізге болсын. Әтекеңнің атынан. Және де бонус менің атынан көрші. Билеп шыққаныңыз үшін. Бонус болсын. Рахмет. Жайғасайық. Билеп болып жайғасайық. Бәрекелді. Ал, сыңетті. Енді екінші әріп. Қандай қасиеті бар? Қандай қасиеті бар? Ақылды дейді. Абыройлы дейді. Адал, ақылды дейді. Ашық мінезі. Сіз не едіңіз? Абыройлы дейді. Абыройлы берейікші. Қайсын берейік? Аны берейік, осыны берейік. Оғыстың үйінде қол жуатын тракtor жақта бар. Билек берейікші. Ал, сізге берейік. Билек берейік. Қарсы биле бар. Қарсы биле бар. Айдаке.
Рахмет. Құдай жынды қылмасын. Тамаша биде болсын. Рахмет сізге болсын. Ал олардан рас міне, нағыз қонақ болсын осындай болсын. Шын ниетімен шығып келіп, адал алып жатыр. Ана жер жайғаса қалыңыздар. Сіздер кешіккен жоқсыздар, ерте бастап қойдық. Мен ерте бастап қойдық. Жайғаса беріңіздер. Рахмет. Отырыңыздар. Отырыңыздар. Балқашта келді. Рахмет. Бәрекелді. Жаңа Сандуғаш ханым айтып жүрді ғой, Балқаштағы махаббатым келеді, Балқаштағы махаббатым келеді. Осы кісі ғой, Қозыгер. Сізді көп досты. Балқаштағы махаббат деймін бірдеңе дейді. Көп дос еді. Құтты болсын. Ал, енді Агетті. Сандуғаш қандай? Нағыр дейді. Тағда нәзік дейді. Нәзік дейді. Тағда намыс қой дейді. Осы нағыр деймен нәңгі бергім кеп тұр дейді. Мен жәдем айтты. Нағыр деп кім айтты? Нағыр деп айтқан адам кім? Нағыр деп айтқыз дұрыс. Екеуін ашық дейді өздері, осы айтпай бірден. Құтты болсын. Ал, нән деген кім? Ақсыда, нән. Дұрыс айтты, нән. Ол нән деген ол фигураға қарап емес. Ол соны алту үшін өзінің бір абыройлығы, сондай бір кереметтігін айтып жатыр. Жоғары деңгейде деген сөз ғой. Не, нағыз турашасын тоже. Мына кетті. Ал, келесі әріп. Д. Сандуғаш қандай? Д. Дарақы дейді. Дарабоз дейді. Дәлімді дейді. Қалай қарайды? Дарымды дейді. Добрая. Дана дейді. Дәдесен біреу красивее деп атыр. Біз білмейді. Ал, дәке. Қандай? Данышпан дейді. Данышпанға берек пе? Ол кісі бағынын айтып атыр еді. Қосым қошеметтеп қояйық. Қозырап қойды, қайта бұл кісі. Рахмет. Ал келесі Ушлая дейді. Умная дейді. Уқты деген сөз жоқ қой. Ау. Уыздай дейді. Әдеке, уыздай деп атыр. Уыздай дейді. Ол баяғыда болған дейді. Умная дейді, тағына универсальная дейді. Бармандай, вот подходит. Универсальная. Бәрекелді. Универсальная қайда? Билет көрейікші. Қайда қайда? Универсальная билет көрейік. Билет. Қарсалыңыз. Шып. Амаша, беріңіз. Амаша. Құтты болсын. Универсальная деген ханымға. Рахмет. Ал келесі қиын болады-ау. Ғибратты дейді, тамаша. Оңғырлы дейді. Ғажайып дейді. Беріңіз. Габаритная дейді. Мен габаритная. Тағы не болды өзім? Да, Ғарапты кім айтшымыз? Ғажайып мінезді дейді. Тамада, бізде бір адамның дауысы шықпайды дейді. 5 микрофон. Айтыңыз, не дедіңіз? Дұрыс. Берейікші. Дұрыс айтты. Сізге берейік. Дұрыс айтты. Өзі біледі, дұрыс айтты. Тағы да, ғаламат деп кім айтты жақта бір баға? Сіз не дедіңіз? Ғаламтор деді. Жоқ. Ғажайып мінезім деді. Ол кісіге. Мынаны берейікші. Ер адам ғой. Постоянно шаш өсіп кете береді. Шаш астына өсіп кете береді. Құтты болсын. Тойдан қайтсын, жұмысты болсын. Қол соғып қояйық. Әділғазы мырза келіңіз. Енді айтылды соң әріп шы. Сандуғаш қандай? Шынайы дейді. Бәрі дейді? Шикарная деп отағына шұғыланы дейді.
Шыншыл дейді. Немене? Ширақ дейді. Шапшаң дейді. Тағы да шы. Шуылдақ. Шуылдақ. Ай, ол шуылдақ деген келсем мені де. Мен де келсем. Бақамсызым. Сайтыңшы. Жеңгем шықты. Не деп айтқансың? Шапшаң деп сосын кейін шуылдақ деп айтты. Екеу билеп шығыңдар. Екеуіне де берейік. Öyle. Tamamsa. Öyle. Tamamsa. Rahmet. Birinci sizге мынау тойға келгеніңіз үшін осындай басшысында отқаны үшін берейін. Екінші сыйлық мынау жаңағы кім деп айттыңыз? Шапшаң деп айтқаныңыз үшін болсын. Рахмет. Мына шуылдақ деген кісіге мына жерде қандай? Жоқ, дұрыс. Тапқыр қонақ сізге берейін. Және де тұратыңыз. Мынаны сізге қосып берейік тойдан. Тойдан тоғыртай болсын. Рахмет. Сандуғаш деген атқа айтылған осы керемет тілектер ардақтан қайырлы құтты болсын деп бір қосып қошеметтеп қойшы ағайын. Той құтты болсын. Құрметті меймандар, тойларыңыздағы да той боласын. Бүгінгі айтықшы соңында болсын. Шуылдақ деп бітірдік қосып. Сандуғашым оғы үйде келген оны. Құтты болсын. Алайларды ағайын, қадірмен меймандар, есімдеген сөз жетім, өзіне сыйламаған жат-жанын құрметтейді. Тойдың сәні арақ емес күйменен әдетке жат ішіп қой деп қинаған, не сабырой, тәлтірек деп мас болу, өз орнын біледі ғой сыйланам. Бос тұрмасын, толтыра етпесені, достың міне келіп жетті кезегі, денсаулықта әлсірейді өлгетіп, арақ түгіл артық іші көжеріндей. Атал сөзімізді, батал сөзін жалғап берсін деген ниетпен, бүгінгі тойымыздың құрметті қонақтары Сандуғаш ханымның бір топ қайындары мен абысындары күйеу бала сіңілерге Гаухар, Гүлбақыт, Ернат, Гүлбаршын, Врусли, Вандам деп жазып қойыпты. Бар болса ортаға билеп берсін дейді. Бар ма? Қайындар, абысындары, әне сіңілері, күйеу балалар. Билеп берші қаттыр, қайды. Айжан, билеп берек. Мына ардақтаға келгенде, осы сөз көргенде, бұл кісілер осы Сандуғашқа кім болар еді? Расында да жүзі жылы жайдарынан қонақтар кімдер екен десем, мына Алланың бұйрығымен Сандуғаш ханымның міне қайындары, абысындары, бауырлар екен ғой. Алла тағала осындай міне Әділғазы мырзаға бауыр берген, келін берген Аллаға мында бір шүкір. Ендеше жыл сайын өркендейміз, өзгереміз. Осындай жиын тойға кезгенеміз. Бүгін міне Сандуғаш ханның тойына арнайы келген Сандуғаш ханның бір топ құрылтой қайындарына қол соғып қошеметтен алайын. Сөз береміз деп ақтайтын ұсынайық, қабылдаңыздар. Кімден бастаймыз, ағамыздан ба? Ал құрметті мына Санду жеңгеміздің елу жас мерейтойға тойға бас қосып отырмыз. Алайда Санду, бауырың құтты болсын. Юбилей, зор денсаулық, ашық аспан, осылай Адон ағамыз екеуі өмірі жақсы, жүзге жетіп, жақсы жардай, осы болашағын көріңдер, немере шөбере сүйіңдер. Осылай тек қана қуанышқа болыңыз, дастархан тек қана қуанышқа келеміз, маңса армандарыңызға жете беріңіздер. Той-тойлығымыз қал. Құрметті қонақтар, той құтты болсын, тойымыз тойға аласын, Сандуғаш 18 жасқа келген уақытын құтты болсын, бірінші денсаулық тілеймін, отбасына амандық тілеймін, балалар осы ел жүріп, аман есен осы үйге кішкентайымыз бөпеміз дүниеге келсін, шөбере сүйіп, ақжаулықты ата, әже ақжаулықты ата болсындар, өсегендер, өнегендер, осы балалардың қызықтар, ана екеуіне әтеліп қақтарға жассын,
тоқтатқан уақытты осылай жаттығасын, тағы да жаттығасын жасауға тілектеспін. Сандуғаның 20 жасын құтты болсын, 20 жасын ұзақ болсын, ауырма. Бұл екеуін балаларымыздың көріп жүрген де. Ауылдауымыз ауырмасын жалғасын. Немені сүйінді, шөбені сүйінді. Той құтты болсын. Сандуқ бағының құтты болсын, жасы ұзақ болсын. Аға екеуі қолыстасып жүре беріңдер. Дастархандарын тек қуанышқа жазылсын. Тойдан тойға жетейік. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бірден бастап дүбірлеп Сандуғаш тойын тойлап жатырмыз. Қажығаз. Адон, келесіз той берға. Бірі шайырын жанына шықпай қойдың ғой жүр. Әсірген көріп тұр ойдық. Алайнау, қайнаға Сандуғаш екеуміз бақытты болыңыздар, аңсаған армандарыңыз жетіңіздер. Бірінен бастап көріп жатырмыз ғой, көршілері бәрі туған күнін Сандуғын қалай қарсы алып жатқанын. Біздің Сандуғын абыройы бар, Қарағандыда, Балқашта да болған, Қарағандыда да бар. Сол, сіздерге зор денсаулық, ашық аспан, бал-шағыңызды көріңіздер. Аман-есен, аружанымыздың жаны аман-есен берсін. Аман-есен елдері сүйіп, шөбері сүйіп, шілдехана тойында келсек. Сол, сіздерге де зор денсаулық, ауырмаңыздар. Уақыттарыңызды бөліп, кеп отқандарыңызға рахмет. Қайда жүрсек жолдарымыз ақ болсын. Аман болыңыздар. Ал құрметті қонақтар деген Ал құрметті қонақтар, алтын жеңгеміздің көршілері, адал достары, туған туысқандары, бауырлары, подругасы міне келіп отқан. Сандуғын туған күнін мерейлі жасын бөлісіп келгендеріңізге мың алғыс. Осылай Адон мен Сандуғын қуанышын әрдайым бірге бөлісек, бірге қуаныштарын бірге бөлісіп, бірге күліп, билеп. Ал Сандуқ мерейлі 50 жасын құтты болсын. Бір ғасырдың жатысы ғой, тағы бір осындай жатыға тілеймін. Деніңе саулық тілеймін, отбасыңа амандық. Адон екеуің қол ұстасып бір жастықта әдемі қартайып, балаларының қызығына тоймай, балаларының тек қана биіктен көрініп, биік асуларды бағындырып, жетістіктерін көрсетіп бәрімізге. Соған қуана беріңдер. Алла қаласа аружанымыздың жаны қалсын, немере сүйгізсін, біздің отбасымызды көбейте берсін. Папа мен мама көбейте сүйсін, Алла қаласа. Соған жазсын. Алла тек қана тойға тойласа берсін. Шаңырақтарында тек қана құт береке, қуаныш той, әрқашан жүзіңнен осындай күлкі, шаттық кетпесін. Осындай әрдайым қастарынан алтын көршілер, керемет, адал достар осындай табылсын. Әрқашан жүзге келгенше қол ұстасып бірге жүре беріңіздер. Сол аман болайық, бар болайық, бай болайық. Осындай той бәріміздің шаңырағымызда болсын. Әрқашан жылымыз, осындай туысқандығымыз, жеңгелік, міне 3 абысыным бар, 3 жеңгем бар. Алтын жеңгем ғой, 3-еуі де құрбым сияқты. Сол, Сандуқ тойға тойласа берсін, Адон екеуін қол ұстасып, әдемі ортамызда аға жеңге болып жүре беріңдер. Ай, бәрекелді, рахмет. Бауырлардың, қабысындардың, қайындардың айтқан тілек қабыл болсын. Мен ортаға жиналып бір еселікке суретке түсіп алыңыздар. Той қыласын, бүгінгі күн, ертеңгі тарих, Адон мен Сандуғын ортаға алып. Ан жаққа түсістер ме? Сол жаққа түсіп алыңыздар. Бәрекелді шыққаныңыз десе, ортаға жақ билеңіздер. Той құтты болсын. Сандуғаш ханымның құрметіне сүйкімді қабыл алыңыздар. Ал келе кеттік. Ортаға шығып билеуге орнына қарайды. Шық, келесі
Tarqamaymiz sizlerдің құрметтеріңізді тағы да бір би болсын ортаны ойып тұр. Bir билеріңізді шарттырыңыздар. Ay, barakallah, rahmet. Mынау уақыт Құдайдікі, мынау жауымызға бір байды келгенін ұмытып кетпейік. Тоқтын ағаттағайын, уақыты келгенде сәніне қарап, несі бар дейді қазақ. Соқтан сәті келіп тұрғанда сәніне қарап несі бар деп, бүгінгі тойымыз арқылы жалғастырайық. Алып отқан астарыңыз, ішкен сусындарыңыз еңбегіңізге, бойларыңызға жұғымды да ағаттағайын. Бұл жерге қайдан келіп ем, өрілмей біздің үзілі сөзіміз, жер шықып отыр,
жер шығып отыр көзіміз басталды бір ән аяқталды ақсаңдап жақсы өлеңді ұшық айтып қор қылады ұялдым ба қызардым әйтеуір ақ түсімнен сұп-сұқ тер тамшылап сол кездағы кірдіңдағы жаңаға ән салдың ғой шырқата мен өзіңе риза болып шаттанып шабыт келіп қалам алдым қолыма екен міне алдыңғы аға буындар тілек айтса жаңа ғана бауырлар ақ тепті жолдады енді мына Айжан келініміз маған айтар ағама сыйлықтар қалып қоймасын бәрін таратып беріңізші деп жатыр содан тағы да бір ойын болсын білгендеріңіз қол көтересіздер кім жауабын айтады сол кісі сол сыйлықты ілесіп алады жақсы ма етмейсіздер билетіп жүгіртіп қинамай мынау ескірген әндерден болсын заманауи әндерден болсын мынау әуендер ойналады домбырамен пианиномен сырнаймен кім сол әнді табады қол көтеріп жауабын дұрыс айтса сол сый-сипат сол кісінің болады жақсы ма келістік па ал бірінші әуен мұқият сіздер үшін кім біледі қол көтереміз қол көтеріңіз болды келіңіз қол соқпайықшы келіңіз ал атыңыз кім болады Марат кім боласыз көрші әннің аты Айым бекен-ай, күнім бекен-ай. Дұрыс қой енді айтып тұрсыз ғой әннің аты Айым бекен-ай дұрыс айтасыз сондықтан мына кісіге берейік бір сый бұл кісіге берсей болмайды ау бұл кісі өлшенбейді сыйға басқа бірдеңе берейік одан берейікші қонаққа барғанда осыған кәмпит салып қойсын осыны берейік жақсы ма қол соқыр рахмет айым берген-ай ал шуламаймыз қол көтереміз жауап береміз жақсы ма келесі әуен ой сіз өзі айтпап мінесіз болмайды басқасын ғой білсеңіз қол көтеріп өзі алғашқы махаббат міне дейді шыңып жатыр міне бәленің бәрі шыңып жатыр алғашқы махаббат міне бетіңізге басып отыр қарашы келіңіз кәде келіңіз өзіңіз келіңіз қозып қошеметтеп қояйық бұл көсемді кезінде Розарбаевтардың қолына сол ұйып дәмдес болып мақпал жүрсінермен еріп сол міне артында ән салып жүрген қарындас сіңлілердің бірі жүректі тербейді мәңгілік бақытым қоштасқым келмейді тамаша кім боласыз? көрші атыңыз? 16 отырып шыққан дейді сізге не дейді? 16 отырып шыққан сізге burası жаман естілді екен 16 дегенде төлек шашып жүрген деп алды ғой рахмет неге айтып тұр мен бар 16 десе бәрі күледі бізге оны аттарын жаман екен деп сосын айтып тұрғаны соны айтам бәрекелді рахмет құтты болсын қол соғып қошеметтеп қояйық 16 аман болсын өзі жалпы бұл ғой өзі қазақтар алған көз 16, 15, 12, 13-тен 14-тен бастапты ғой бәрімізді білді мен 15-тен бастаған кезінде сондықтан ол жаққа күлетін ештеңе жоқ ол нағыз патриотизм осы жақтан басталды сондықтан құтты болсын ал келесі әуен бәрекелді кес келіңіз бұл кісілер бірдеңе біледі ау мына кісі атыңыз кім еді? кім боласыз? алғашқы деді ғой бақы әннің аты? бір ауылдың мөлдіреген аспан еді бәрімізді бастар еді армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен ай бәрекелді рахмет құтты болсын бағана бір подарка берген бонус қылып екіншісін берген мынау үшіншісі оған бонус жоқ енді рахмет қол соғып қояйық рахмет тамаша осы достар аман болсын бір көшенің бір кезде бұзықтары сияқты бұзықтар замандастары сияқты құтты болсын ал келесі әуен
мына жаққа мүмкіндік берейік. Ағаларыңыз білу керек бұл әнді. Атыңыз кім? Сәуле, әннің аты? Бір ауыз. Мына сөз сөйлейді ме? Жақсы. Мынау барған ішінен болсын. Мынау сізге болсын енді. Активный қатысы болсын, бірақ дауысына шықпай қалып отырған деп жатсына. Құтты болсын. Қоса қошеметтеп қояйық қойшылерге. Бәрекелді. Не қарап отырмыз. Әділғазы мырза қайда? Мынау подароктың бәрін одан алып отыр. Тоқтан мен мына жаққа да берейік, жақсы ма? Ал, келесі әуен. Қол көтеріңіз, білетіңіз. Рахмет. Рахмет, бол. Отырып шықырады білетіңіз. 16 адамда керемет. Жоқ, бол, төртеуді бір айтып болды. Біреу ғана айту керек. Рахмет. Келесі ән. Берейін ба, честно берейін ба? Берейін, честно. Енді сізге веси беруге болады. Құтты болсын. Қолға қошеметтеп қояйық. Ал, тағы да шоғамайық. Әннің аты жан досым сізге болсын. Дұрыс айтып қояйық, жан досым. Бәрекелді. Шекілдай мына жақтағы жан бәрекел ғой кішкене. Жақсы. Ал, келесі. Bir айтайықшы бәрі. Тамаша, аналарымыз аман болсын. Бұл әнді білмейтін қана жоқшылары. Анаға деген, әкеге деген құрмет осындай болсын ағайын. Ал, соңғы ән болсын, соңғы әуен қабыл алайық. Ал, Айжан қайда? Білетіміз қолға көреміз. Не дейді? Ажайып күй, тағы да оны алды. Ау, жоқ, маңысы. Рахмет. Кеңізші? Кеңіз, жоңы. Кеңіз. Бәрекелді. Атыңыз кім? Нұрсұлу әннің аты? Бір ауыз айта аламыз да? Айтсаңыз беремін, точно. Жақсы, бір сұрақ қойайын. Сол сұраққа жауап берсеңіз сыйлық берейін, жақсы ма? Қазақстанда алма қайда өседі? Алматыда дейсіз ба? Дұрыс емес, ағашта өседі. Тағы бір сұрақ қойайын, тағы бір сұрақ. Жақсы ма? Бір қазанға не сыймайды? Екі бас. Кімнің? Қой. Өтірік айтпаңыз. Әйелдің дейді, о, анаңысы әйел дейді. Әйел. Тышқа сыймайды. Тышқа өзіңіз. Жарайды, жақсы, сандуғаштың туғаны ғой. Қазанға қақпағы сыймайды. Қол соқ қошеметтеп. Жоқ қойын болшы.
Mına sözünde 16'da kelгенден кийин bir бадат өз таңдабасын. Кайсысын таңдап аласыз? Біреуін алыңыз. Мантар бар ма? Алыңыз. Сіздікі болсын. Өйткені бұл кісі бағанадан қатысып отыр, бірақ дауыс шықпайтын осы. Алдау шықпайды. Зәрегелерді. Рахмет, қолсап қошеметтеп қойып, той боласың. Енді бұл кісілердің көбісі 76 мектептің ата-аналары ғой, солай ма? 16-тан келгенсіздер. 16-тан келген, аман болыңыздар. Ал енді қадірменді ағайын, құрметті меймандар, тойларыңыздағы той боласын дейік. Енді бүгінгі бұл Сандуғаш ханымның тойы құтты болсын дегендеріңіз екі қолдарыңызды көтеріңіздерші. Екі қолдарыңызды. Қолтығы жыртық болмағанның бәрі көтерсін қолдарын. Бәрекелді. Bir қол соғайшы. Бәрекелді, рахмет. Осы қол көтергендердің бәрі алдымызға құйылған сусынды сол сияқты көтеріп шықпайшы. Осы Сандуғаш ханымның ғұмыр жасы ұзақ болсын деп бір көтеріп шықпайық. Ал кәнекей, маэстро. Ал көтеріп шықпалдық па, атақты ағайын, қайдың меймандар, тойларыңыз құтты болсын. Енді әділ қазып барса бар ма? Сандуғаш ханым келіңізші. Құрметті меймандар, енді әр нәрсенің шегі бар, әр нәрсенің бегі бар дейді. Олай болса, Сандуғаш ханымның бүгінгі 50 жас мерейтойының да бірінші дастарханын мәжіліскен сияқтымыз. Бүгін той бітті деген емес, қазір салтанатты бір рәсімдеріміз, жиындарымыз болады. Оған дейін сіздер де бір бой көтеріп, Алла қарайын бой жазып, бір билеп алыңыздар. Сол бидің аясында ардақты ағайын бізге көптен өткен бір қонақтарымыз бар. Олар келеді, сіздермен бірге жақсы ойындар болады. Сондықтан ардақты ағайын осы бүгінгі Әділғазы мырзаның шаңырағындағы Сандуғаш ханымның дүбір тойы құтты болсын деп, ауыл бар ма ақсақал сатасыз, ата бар ма ақ-ниетсіз батасыз, көңілде жақсылықтар жата берсін, иләһи әмин деп қол жайып, той төріндегі ағаларымыз дастарханға бата берсін деп, бірінші дастарханның иләһи әмин қайырсын деп, алыстан келген, Балқаштан келген осы көршімізге білейік. Туған күні құтты болсын, бәрімізге ойын домовой болмайды. Оңаспен жаспен болмайды дейді. Алла құтқаны болсын. Ал енді мына ардақты ағайын бір хабарландыру. Айжан айтып, Сандуғаш ханым ол айтып, осында бас жүлде, главный приз, ардақты крем бар. Сол осы кім активіне қатысады, кім бейтейді, кім тоғыз жүрек, соғысыға тойдың соңында табыс ететін боламыз. Енді Әділғазымен бір өтінші, кафелдің шаңы шыққанша, түфілдің жаны шыққанша, рөкшенің қаны шыққанша, кім көңілді бейдейді, сол нағыз бізді синап кетті деп ойлаймын деп жатыр. Соқтан баршаларыңыз бер ананы табылыңыздар. Бір сағат алдырақты сіздердің құрметтеріңізге бей болсын. Ортаға шайық.
Қайда кетті жаңа құрдымға деген? Шығып кетті. Рауан қайда, Рауан жығыңыз? Рауан шақырыңызшы. Бәрекелді. Рауан қайда, Рауан? Рауан шақырыңыз. Рауан қайда, Рауан келіңіз. Бәрекелді. Рахмет. Шүкір кетті ме, шытан кетті ме? Сен үшін даканса дейді. Керемет би деп атсы сізге берейін депіз. Даканса осы кісіге. Және де бейші қонақ Балқаштан келген. Қайын қайда сізге берейші сізге. Бәрекелді, құтты болсын. Ал енді қадірмен ағайын, құрметті қонақтар, ренжімесеңіздер, дастархан жайғасайық. Ол қыздардың дайындаған бір шоу бар. Соны тамашалап, дастархан ішінде отырып, бір демалайық. Баршаларыңызды асып-тасып қуанышы көктің, шаршы топты, шат сезіммен тербеттім. Баршаңызды дастарханға шақырып, ағайындар.